Баршаңызға сәлем, менің арнама қош келдіңіздер. Сіздермен бүгін осындай өте үлпілдек, мақтадай жұмсақ болып шығатын өте дәмді бауырсақтың рецептімен бөлісемін. Егер де сіздер бауырсақты дәл осы рецептпен жасайтын болсаңыздар, сіздердің бауырсақтарыңыз өте жұмсақ, өте үлпілдек болып пісетін болады. Және пісірген кезде арасы да толықтай пісіп шығады. Видеоны соңына дейін көріп, егер менің арнама тіркелмеген болсаңыз, подписация бөлімін басып арнама тіркеле кетіңіз. Ең алдымен мен өзіме қажетті заттарды дайындап алдым. Бізге су, сүт, сұйық май, майонез және ұн, тұз бен ашытқы керек болады. Бұл заттардың мөлшерін астыдағы описание бөліміне жазып қалдыратын боламын. Ең алдымен таза ыдысыма 200 грамм жылы суды құйып, оның үстінен ашытқыны салып араластырдым. Және ашытқының үстінен бір ас қасық толтырып қант қосып жақсылап араластырып, бетін жауып 15 минут уақытқа қалдырамын. 15 минуттан соң біздің ашытқымыз сапалы болатын болса, осылай көпіршіп тұратын болады. Мерзімі өтіп кетпеген ашытқыны пайдаланғанымыз дұрыс. Енді осы ашытқымыздың үстінен бір шай қасықтай тұз қосып араластырып, енді үстінен майонезді қосамын. Сіздер майонездің орнына қаймақ қоссаңыздар да болады. Және бөлме температурасындағы тұрған жылы сүт пен сұйық майды қосып, бір араластырып аламын. Мен майым көп болғандықтан барлығын қоспадым. Енді еліктен өткен ұнымызды 3-4 бөлікке бөліп қосып, жақсылап қамыр илейміз. Біздің қамырымыздың көтерілуі ашытқымызға байланысты болып келеді, сондықтан сапалы, мерзімі өтіп кетпеген ашытқыны пайдаланғанымыз дұрыс. Менде осындай қамыр иленіп шықты. Енді қолыма кішкене сұйық май құйып алып, иленген қамырымның үстінен жағып шығамын. Осылай жағатын болсаңыздар, қамырларыңыз тез көтеріліп шығады. Жылы жерге 1-1,5 сағаттай уақытқа қалдырамын. Арада 1,5 сағаттай уақыт өтті. Біздің қамырымыз дәл осылай әдемі болып көтеріліп шықты. Егер сіздер осылай көтерілген қамырды бір қайтарып жіберіп, жарты сағатқа қойып жайсаңыздар да болады. Мен осылай бір рет көтерілген қамырды алып жайдым. Және қамырымды 2 бөлікке бөліп аламын. Бөлінген қамырды оқтаудың көмегімен жайып шықтым. Қамырымызды жұқа етіп жаю қажет емес. Егер жұқа етіп жаятын болсаңыздар, пісіру барысында біздің бауырсақтарымыз қатып қалатын болады. Сол үшін орташа көлемде жаямын. Осылайша жайылып дайын болған бауырсақтарды осындай стаканның көмегімен дөңгелек формаға келтіріп, кесіп шығамын. Сіздер өздеріңіз қалаған формаға келтіріп кесе бересіздер. Қамырымыздың артылған бөлігін осылайынан алып, тағы да илеп қоямын. Екінші зуала қамырды да дәл осылай етіп жайып, дөңгелек формаға келтіріп кесіп шықтым. Бауырсақтарымның арасы осындай болып шықты. Қалың емес, жұқа емес, орташа етіп жайдым. Және осы жайылып болған бауырсақтарды осындай майлықтың бетіне қойып, бетін жауып 10 минутқа қалдырамын. 10 минуттан соң бауырсақтарымызды шетінен алып, майға пісіре бастаймын. Қызып тұрған майдың үстінен бауырсақтарымды салып, пісіріп алдым. Екі бетінде осылай сарғыш түске енгенше пісіріп алдым. Мінекей біздің мақтадай жұмсақ, үлпілдек, сондай тәтті бауырсақтарымыз дайын болды. Каналымның дамуына аз да болса үлестеріңізді қосып, астыдағы поделиться батырмасын басып, дәл осы рецепті туыстарыңызға, таныстарыңызға жіберіп қойсаңыздар болады. Видеоны соңына дейін көргендеріңізге рахмет. Алда талай рецепттер болады.